Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын хрустящий пельменді үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Пельменге қажетті заттардың бәрін описание бөліміне жазып қойдым. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға картошкамызды осылай салып қайнатып пісіріп аламыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған болу керек, сол кезде картошка дәмді болады. Содан соң ыдысымызға суымызды, тұзымызды салып араластырып, ерітілген сары майымызды құйып жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық, кішкене уақытқа тұндырып қоямыз. Картошкамыз пісті, осылай езіп, жақсылап түйіршік болмау керек. Содан соң тұзымызды саламыз. 2 ас қасық өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді дайын болған қамырымызды осылай домалақ етіп алып, жайып аламыз жұп-жұқа етіп. Мінекей қамырымыз жайып алдық. Енді зигзагпен осылай кесіп шығамыз. Енді 4 бұрыш етіп тағы зигзагпен кесіп шығамыз. Бәрін кесіп алдық. Енді осылай етіп түйіп аламыз. Ыдысымыздың астына міндетті түрде сүлгі қою керек, сол кезде жабыспайтын болады. Шпараларымызды түйіп болдық. Енді мінекей қызып тұрған майымызда қуырып аламыз.
Міне түшпәраларымыз дайын, осылай соуспен тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.